Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге өте оңай, қолжетімді заттардан жасалатын, өте керемет дәмді болып шығатын торттың рецептімен бөлісемін. Бұл тортқа ешқандай да миксердің, таразының және пештің қажеті жоқ. Видеоны соңына дейін қараңыздар, менімен бірге жасаңыздар. Ең алдымен ұнымызды осылай дайындап аламыз. Менде 500 грамм ұн және де осындай мұздатқыштан шыққан өте салқын, яғни қатып тұрған сары майымызды ұнымызға осылай аунатып аламыз да үккіштің ең үлкен көзінен өткізетін боламыз. Бұл жерде міндетті түрде сары майыңыз немесе маргариніңіз өте салқын қатты болуы қажет. Әрбір өткізген сайын осы видеода көріп тұрғандарыңыздай астынан түскен майды ұнымызға осылай араластырып жіберетін боламыз. Бір-біріне ешқандай да жабыспау қажет. Ең соңында қолымызбен осылай үйкелеп, екі қолдың көмегімен барлығын үгітетін боламыз. Төменде описание бөлімінде қажетті мөлшерде барлығын жазып қалдыратын боламыз, сол жерден қарай аласыздар. Мінекей осыдан кейін үстіне біз қантымызды қосамыз. Барлығын қосып болғаннан кейін осы венчикпен немесе вилканың көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Құрметті менің көрерменім, маған әлі тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ендігі кезекте корждарымызды пісіретін боламыз. Осылай табамызға ешқандай да май құймай, менде табам кішкентай болғандықтан екіге бөліп пісіріп жатырмын. Осылай біріншісін алдын ала пісіріп аламын, одан кейін екіншісін пісіретін боламын. Осылай лопатканың көмегімен үздіксіз араластырып отырып, біз осы ұнтағымызды пісіріп алатын боламыз. Газдың астын орташтан сәл-пәл төмен қылып қойсаңыз жеткілікті. Осындай үлкен болып кеткендерді осылай лопаткамен езіп жіберсеңіз де болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің осылай ұнтағымыз жайлап қуырып алатын боламыз. Шамамен 5 минут өткеннен кейін бізде осындай түске еніп, әдемі болып қызарып пісетін болады. Дәл осылай екіншісінде пісіріп алатын боламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Барлығын осылай араластырып отырып пісіруді ұмытпаңыз. Біздің ұнтақтарымыз суып жатқанда біз крем жасайтын боламыз. Мен ең оңай қаймақты, яғни сметани крем жасайтын боламын. Міндетті түрде оны жасайтын болсаңыз 20 немесе 20% қаймақты қолдануыңыз қажет. Сол кезде әдемі шығатын болады. Бұл тортқа айтқанымдай барлық крем үйлесе береді, яғни қайнатпалы крем немесе ең оңай сгущенка мен сары майдан араластырып крем жасасаңыз да болады. Мен үшін ең оңайы осы сметани крем болғандықтан осыны жасаймын. Үстіне 3 ас қасық сахарный пудрамызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Бұл жерде миксер қолданбасаңыз да болады. Айтқанымдай бұл тортқа ешқандай миксер қолданбауға да болады. Бұл жерде сіз венчикпен жақсылап тездетіп араластырып алсаңыз болады. Мен асығыс болғандықтан осылай миксермен араластырып алдым. Және де осы кондитерский мешокқа салып, ыңғайлап алғаныңыз дұрыс болады. Тіптен бұл тортқа ешқандай насадканың да қажеті жоқ. Біздің осы кезде ұнтағымыз толықтай суыды. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Өзіңізге қажетті формада жинай берсеңіздер болады. Менде осындай кольцо бар, осыған жинайтын боламын. Ең астына осы қасықтың көмегімен ұнтағымызды барлық жеріне жеткізіп, бір тегіс әдемі қылып салып алатын боламыз. Ұнтағымызды салып болғаннан кейін үстіне осылай кремімізді құйып шығатын боламыз. Барлық жеріне, шегіне дейін жеткізіп шығасыздар. Толықтай құйып болғаннан кейін кішкене ғана қасықтың ұшымен барлық жеріне осылай жеткізіп шығамыз. Қатты баспаймыз, себебі креміңіз бен ұнтағыңыз араласып кетуі мүмкін. Бұл тортты жасаудың ешқандай да қиындығы жоқ. Кремнен кейін қайтадан ұнтағыңызды, одан кейін қайтадан креміңізді жағып, өз қалауыңызша бетін әсемдеп жібересіздер. Мен осылай шоколадты үккіштен өткізіп қойдым. Енді холодильнигімізге 2 сағатқа қалдыратын боламыз. Егер сіз кешкі уақытта жасасаңыз, бір түнге қалдырсаңыз да болады. Және таңертеңгісін өте керемет шайға ішетін боласыз. Ең бастысы бізде 2 сағат тұрғанда ұнтағымыз бен креміміз бір-біріне жақсы сіңуі қажет. Сол кезде тортыңыз идеальный болып шығады. Мінекей менде шамамен 2 сағаттай тұрды. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Кеспестен бұрын пышақтың көмегімен осылай жиегін формадан босатып алуыңыз қажет. Егер олай жасамасаңыз, сіздің тортыңыз шашылып қалуы мүмкін. Осылайынан барлығын әдемілеп тұрып босатып аламыз. Егер де сізде үйіңізде пеш болмаса, миксер болмаса, дәл осы тортты жасауға кеңес беремін. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлсая. Егер де менің видео рецебін, дәл осы торттың рецебі ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз.